Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгіннен бастап мен сіздермен балдәурен үйірмесін жүргізетін боламын. Менің аты жөнім Тілеулиева Гүлнұр Ахметқызы. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын экранға назар аударып көрейікші. Не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Бір таңбалы сандар мен әріптерді көріп тұрмыз. Балалар, енді осы бір таңбалы сандарды өз суретімен орналастырып, жасырылған сөзді тауып көрейікші. Қандай сөз шықты деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Мамандық деген сөз шықты. Балалар, олай болса, біздің бүгінгі сабағымыз мамандық жайында болмақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мамандықтар әлеміне саяхат деп аталады. Бүгін балалар сендер түрлі мамандықтар туралы білетін боласыңдар. Және бұрын беймәлім мамандықтар жайлы жалпы ақпарат аласыңдар. Балалар, қандай мамандық түрлерін білесіңдер? Дұрыс, ұстаз. Не істейді балалар ұстаз? Дұрыс, мұғалім. Тәрбие береді, білім береді. Дәрігер не істейді? Адамдарды, балаларды емдейді екен, жарайсыңдар. Өрт сөндіруші. Дұрыс, өртті сөндіреді. Келесі құрылысшы. Балалар, құрылысшы не істейді? Әсемдеп үйді, ғимараттарды салады екен. Шаштараз. Біздің шашымызды әсемдеп, әдемдеп қиып береді екен. Аспаз. Бізге дәмді тағамдарды әзірлеп береді екен. Балалар, мына суретке назар аударайықшы. Мына бірінші суретке назар аударайық. Бұл қандай мамандық иесі деп ойлайсыңдар? Дұрыс, балалар, бұл шахтер деп аталады, яғни кенші. Бұл жердің астынан тас көмірді қазып алады екен. Келесі, бұл балалар журналист, тілші, бұл жаңалықты бізге халыққа жеткізуші, таратушы екен. Келесі, балалар, мына мамандықты естіп көргендерің бар ма? Альпинист. Бұл балалар тауға, биікке өрмелеуші екен. Бұл мамандықтың адам денсаулыққа пайдасы өте көп екен. Балалар, біз күнделікті көріп жүрген киноларымызды түсіретін адамды кинооператор деп атаймыз. Келесі, сендердің сүйікті мультфильмдерің бар емес пе? Соны мультфильмдерге арналған суреттер салушы адамды мультипликатор деп атаймыз. Келесі, декоратор мамандығы балалар. Бұл түрлі мекемелерді, ғимараттардың ішін әсемдеуші екен. Келесі суретке назар аударайық. Бұл балалар металлург, яғни темірді балқытып, заттар жасайды екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, дұрыс па, бұрыс па ойын ойнап көрейікші. Қанекей, қойшы балаларды оқытып жүр. Дұрыс па, балалар? Қойшы не істейді? Қой бағады екен. Бұл дұрыс емес екен, жүргізуші машина жүргізеді. Бұл дұрыс екен. Аспазшы үй салып жүр. Дұрыс па, балалар? Дұрыс емес. Аспазшы не істейді? Ас әзірлейді, дәрігер адамдарды емдейді. Дұрыс па? Дұрыс, балалар. Жазушы хат, газеттер тасып жүр. Дұрыс па, балалар? Дұрыс емес. Жазушы не істейді? Кітап жазады, Келесі, дәрігер етік тігіп отыр. Дәрігер не істейді, балалар? Адамдарды емдейді екен. Мұғалім балаларды емдеп жүр. Дұрыс па, балалар? Дұрыс емес. Мұғалім балаларды оқытады екен, Ұшқыш әдемі киім тігеді. Дұрыс па? Ұшқыш не істейді? Ұшқыш аспанға ұшады екен, Өрт сөндіруші өртті сөндіреді. Дұрыс па, балалар? Дұрыс екен. Суретші сахнада ән айтып жүр. Суретші не істейді екен, балалар? Суретші сурет салады екен. Ал сахнада ән айтатын кім, балалар? Дұрыс, әнші екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді серікту жаттығуын жасап көрейікші.
Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. Turn around, turn around. Listen to the music and turn around. Jump up high, jump up high. Listen to the music and jump up high. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Балалар, бүгінгі өткен сөздерімізді енді орысша, ағылшынша бірге қайталап көрейік. Мұғалім, учитель, teacher. Дәрігер, доктор, doctor. Ғарышкер, космонавт, космонавт. Жүргізуші, водитель, драйвер. Өрт сөндіруші, пожарный, fireman. Құрылысшы, строитель, builder. Аспазшы, повар, cook. Полиция қызметкері, полиция, полис. Жарайсыңдар балалар. Балалар, мамандықтың түрлері өте көп. Сендер болашақта өздеріңе жандарыңа ұнайтын, болашақ жақсы маман иесі болатындарыңа сенемін. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.